Қайырлы күн достар. Бүгін біз Қазақ Білез айдары аясында қала жастарынан бесік той салт дәстүрі жайлы сауалнама жүргізетін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қыздар, сәлем. Сіздерге бір сұрақ қойсам, бесік той салт дәстүрі жайлы айта аласыңдар ма? Дүниеге келгеннен кейін бесікке жататын шағында оны үлкен ата әжелері бесікке салып тыштырма деген сияқты ма, сондайлардың ырымдарын жасап бесікке салып ұйқысы тыныш болсын деген сияқты. Негізі бесік той маған ұнайды сол дәстүр. Енді әрбір қырқынан шыққан жас сәби кіндігі түскеннен кейін бесік той уже нағашы жақ әкеледі. Бесік тойдың бесігін негізі әрбір отбасыда тұңғыш немереге, әсіресе тұңғыш немереге алып келеді. Сол негізі бесік бала үшін ең қауіпсіз. Қазақтар да білген ғой, жалпы бесіктің қадір қасиетін. Бесік тойдың болған дұрыс деп ойлаймын мен негізі. Бала туылған кезде өсіп келе жатқанда бесік той істейді сол қазақта. Жалпы баланы туылғаннан кейін қанша күннен кейін салады? Бесік той білмедім нақтысын, бірақ 40 күннен кейін салады. Сәлем қыздар, бесік той туралы не айта аласыңдар? Бесік той, жалпы сол кішкентай бір жасқа толмай жатып жасалатын салт емес па, кішкентай баланы бесікке салып салт дәстүр ғой жалпы. Туысқандарын жинап, бесік той жасап, нағашылар заттарын алып келеді, сыйлықтар алып келеді. Жалпы сондай салт дәстүр. Жалпы баланы бесікке кім салады? Әжесі, апасы және анасы болу керек. Бесік той салт дәстүрі жайлы не айта аласыз? Бесік той жалпы қазақта енді көптеген салт дәстүрлер бар. Солардың ішіндегі ең кең тараған түрі деп ойлаймын. Өйткені ата-бабаларымыз, жалпы әже аталарымыз балаға жақсы қарайтын болғандықтан осы салт дәстүрді әлі күнге дейін қолданып жүр деп ойлаймын. Бесік той Жалпы бесікке баланы кім салады? Үйдің ең үлкен құрметті әжесі немесе атасы салады деп ойлаймын. Деген ол кішкентай шілдехана ғой, шілдехана той, кішкентай балаларға арналған. Әжелер, яғни өзінің нағашы әжесі мен өзінің әжесі бесікке салып, сондай қазақтың кішігірім сондай салт дәстүрі бар. Жалпы біз қазақ халқы ырымға не ғой, жақын келеді ғой. Ол да бір қазақ халқынан осы қалған, бізге бір мұра болып қалған дәстүр деп ойлаймын. Жақсы негізі көбінесе жаңағыдай үлкендердің батасын алады, жаңа кішкентай нәресте. Өзі солай өсіп өнуіне, көгеруіне септігін тигізеді деп ойлаймын. Осымен достар, біздің сауалнамамыз аяқталды. Жалпы бесік той нәрестені кіндігі түскен соң көрші-қолаң, туған-туыстардың әйелдер жиналып баланы бесікке салады. Қалыптасқан қазақ салты бойынша баланы жасы, жолы үлкен, үлгі тағылымды апаларымыздың бірі салады. Немесе білікті, өнерлі, елге сыйлы әйелдердің біріне үлкендер жол беріп, баланы бесікке салады. Ендеше достар, ақпарат пайдалы әрі қызықты болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.